Бүгін мен сіздерге бір келіншектің жазған әңгімесін оқып берейін. Қазіргі таңда болып жатқан оқиға. Мен жеңгемін, үйдің үлкен келінімін. Күйеуім жақсы адам, адал, еңбекқор, бірақ төсекте әлсіз. Әрқашан шаршап, қысқа ғана болып бітіреді. Осыны ойлағанда жүрегім ауырады, бірақ айтуға бата алмаймын. Ал қайным тентек бала, үйдің кенжесі. Жасы 22-де, менен 5 жасқа кіші. Ол біздің үйде тұрады. Оқуы осы біз жақта. Яғни менің күйеуім оның оқуына көмектесіп жүр. Бір күні кешке күйеуім жұмыста, ал мен есе қайнымның бөлмесін кіріп жинастырмақ болдым. Есік жартылай ашық тұр екен. Іштен біртүрлі дыбыстар шығып тұр. Қарасам, ол төсекте жатып, ұятсыз кино көріп жатыр екен. Экранда әйел мен еркек құмарлықпен арпалысып жатқан. Қайнымның қолы киімінде, өзін ұстап, ыңылдап жатыр. Мен сол жерде қатып қалдым. Жүрегім дүрсілдеп, денем ысып кетті. Шыдай алмай, сол түні ұйықтай алмадым. Ойымда сол көрініс, қайнымның жас денесі, оның құмарлығы. Күйеуім келгенде оған жақындағым келмеді. Бірақ бұл сезімдерді қалай басамын? Таңертең тұрсам, қайным аз үйде отыр. Көздеріміз түйісті. Ол күлімсіреп, жеңеше жақсы ұйықтадыңыз ба? Деп айтты. Мен қызарып кеттім. Есімде сол кино. Оның қолы. Иә, жақсы, дедім де жалт бұрылдым. Күні бойы үйде жалғыз қалдық. Күйеуім жұмыста, қайным бөлмесінде. Мен ас үйде жұмыс істеп жатырмын. Бірақ ойым онда. Кенет ол шықты. Жеңеше, шай ішеміз бе? Деді. Мен шай құйып тұрғанда артымнан жақындап, сіз сондай әдемісіз ғой деп сыбырлады. Денем дірілдеп кетті. Қолымдағы шай төгіліп қалды. Ол күліп, не болды деді. Бірақ көзінде құмарлық. Мен шыдай алмай бөлмеме кіріп кеттім де есікті жауып алдым. Жүрегім соғып, денем ысып тұр. Не болып жатыр? Бұл дұрыс емес. Бірақ мен қалай тоқтатамын? Ол тентек, жас, күшті, күйеуім сияқты емес. 2 күн өтті, бірақ сол көрініс ойымнан кетпейді. Кешке қайным тағы бөлмесінде. Мен біле тұра есіктің алдына бардым. Іштен ыңылдаған дыбыс. Қарасам тағы да сол ұятсыз кино. Ол жалаңаш жатыр. Өзін ұстап, көздері жұмулы. Мен бөлмесіне кіріп кеттім. Не істеп жатырсың дедім. Денесі жас, бұлшық етті қатты. Жеңеше, келіңіз, ұялмаңыз деді. Бірақ көзінде қорқыныш емес, шақыру бар. Мен шығайын деп тұрмын, бірақ аяғым жүрмейді. Ол жақындап, сіз де көргіңіз келеді ме деді. Қолымнан ұстады. Денем ыстық, толқынмен толып кетті. Жоқ, дұрыс емес дедім, бірақ даусым дірілдеп тұр. Ол менің белімнен ұстап жақын тартты. Ерніміз түйісті, құмарлық оты жанды. Мен қарсылық көрсетпедім. Сол түні күйеуім ұйықтап қалғанда қайнымның бөлмесіне бардым. Шыдай алмадым. Ол мені күтіп отыр екен. Есікті жауып, менің үстімдегі киімімді шешіп тастады. Денемді сүюмен, ұстаумен бастады. Мен ыңылдап құмарлыққа берілдім. Ол керемет. Ұзақ, күйеуім сияқты емес. Біз
жатын бөлмеде өзімізді әлгі кинодағы актер мен актриса сияқты сезіндік. Мен оның жас денесін сезініп ұмыт болдым. Бірақ ойымда күйеуім бар. Бұл қателік деп ойладым. Бірақ тоқтай алмадым. Құмарлық бізді жеңді. Таң атқанша жалғасты. Мен бөлмеме қайттым. Денем шаршап, бірақ қанағаттанған. Бірақ жүрегім ауыр. Не істедім? Күйеуім қорылдап ұйықтап жатқанда, мен аяғымның ұшымен қайнымның бөлмесіне тағы бардым. Есікті іштен бекіттім. Ол төсекте жатыр екен. Жалаңаш, шамның сары жарығында денесі жылтырап тұр. Көздерінде аш қасқырдың оты. Мен бір сөз айтпадым. Ол тұрып, артымнан келіп, мойнымнан иіскеді. Қолдары белімді қысып, көйлегімнің түймелерін бір-бірлеп ағытып жіберді. Көйлек еденге түсті. Іш киімім де ұзақ тұрмады. Ол мені төсекке итеріп жіберді де үстіме шықты. Ернімді, мойнымды, кеудемді жалап өтті. Екі анарымды аузына алып, тістеп, аймалай бастады. Мен еріп барамын. Қолым оның шашынан өтті. Белінен төмен сырғыдым. Ол қатты, ыстық, тамыры соғып тұр. Мен қолыммен ұстадым, сипадым. Ақырын қыса бастадым. Ол ырылдап мені аударып алды да аяғымды иығына салды. Бірақ сүңгіп кірді. Ішіме толық кірді. Мен айқайладым. Бірақ қолыммен аузымды бастым. Даусымды шығармадым. Ол бірден қатты қозғала бастады. Терең әрі ұзақ. Әр соққысымен менің ішкі әлемімді шайқады. Мен берілдім. Ол менің құлағыма «Жеңеше, сен отсың» деп ысылдады. Сол сәтте мен ешқашан сезінбеген ләззатқа баттым. Бірнеше рет шыңға жеттім. Денем дірілдеп, ішім тартылып босанды. Ол соңғы рет терең кіріп, ішіме ыстығын құйып жіберді. Ыстығы мол, толып кетті. Біз екеуміз тегем алынып, бір-бірімізге жабысып қалдық. Мен оның кеудесінде жылап жібердім. Күнә мен ләззат аралас. Келесі күні түске таман күйеуім жұмысқа кетті. Мен ыдыс жуып тұр едім. Қайным артымнан келіп, белімнен қыса ұстады. «Жеңеше, келші бері» деп сыбырлады. Мен «Жоқ, қазір болмайды» дедім. Бірақ даусым сенімсіз шықты. Ол менің юбкамды жамбасымнан жоғары көтерді. Іш киімімді сырғытып түсірді. Қолын арамаға салып, саусақтарымен ойнады. Мен раковинаға еңкейіп, аяғымды алшақ ұстадым. Ол киімін түсіріп, бірден арттан кірді. Қатты, тез, әр соққысымен ыдыс-аяқ сылдырлады. Мен тістеніп тұрып ыңылдадым. Ол шашымнан ұстап, басымды артқа тартты да құлағыма «Сенікімін жеңге» деп сыбырлады. 1 минуттай болмады. Ол ішіме тағы құйып жіберді. Ыстығы аяғымнан ағып түсті. Мен раковинаға сүйеніп, тынысымды зорға алдым. Ол өз жұмысын бітіріп кетті. Мен сол күйі сол жерде тұрып қалдым. Ішімнен ағып жатқанын сездім. Кешке қайным кино көрейік деді. Бөлмесінде кино көрдік. Экранда әйел еркектің алдында тізерлеп отыр. Қайнымның менің шашымды ұстап, ақырын төмен басты. Мен түсіндім. Тізерлеп отырып, оны аузыма алдым. Біртіндеп, тереңірек, тамағыма дейін. Ол басымды қозғап ысылдады. Мен көзімді жұмып,
барымды салдым. Бір кезде ол шыдай алмай аузыма толтырып жіберді. Ыстық, тұзды дәм. Мен жұтып қойдым. Сосын біз жатаққа құладық. Аяғымды иығына алды. Тағы кіріп кетті. Бұл жолы ұзақ, баяу, әр қозғалысын сездіріп, мені бірнеше рет итерді. Мен бірнеше рет шыңға жеттім. Аяғым дірілдеп, тырнағым төсек жастығын жыртты. Соңында тағы ішіме құйды. Біз екеуміз терлеп, бір-бірімізге жабысып ұйықтап қалыппыз. Осылай әр күн, әр түн жалғасты. Күйеуім ұйықтап жатқанда мен қайнымның төсегінде болдым. Ол мені әр жерде алды. Диванда, душта, тіпті балконда. Ішіме, аузыма, кеудеме толтырды. Мен оның құлына айналдым. Бірақ әр ләззаттан кейін бір ой. Осылай жүргенім күйеуім біліп қойса не болады екен? Ол жақсы адам, мен жақсы көреді. Бірақ төсекте әлсіздігі мені осы күнәға, құрдымға жетеледі. Ішімде қайнымның ыстығы әлі жүр. Енді қорқамын. Жүкті болып қалсам ше? Бұл ой маза бермейді. Бірақ тоқтай алмаймын. Қайнымның құшағы тәтті. Келесі күндер жалғасты. Күйеуім жұмыста болғандықтан біз құпия кездесулер көп жасадық. Қайным әрқашан жаңа идеялармен. Бір күні ас үйде менің артымнан келіп көйлегімді көтерді. Қайныммен болған әр сәтте ойымда егер біліп қойса деген сұрақ. Ол жақсы адам, бізді жақсы көреді. Бірақ төсекте әлсіздігі мені осы нәрселерге итермеледі. Бір апта өтті, біздің қарым-қатынас тереңдеді. Қайнымның бөлмесінде кино қосып, солар сияқты жасадық. Ол менің денемді толық меңгерді. Мен оған берілдім. Мен жүктім болуым мүмкін деп ойладым. Қорқынышты. Қайным мен біздің махаббатымыз дейді. Бірақ мен білемін, бұл тек құмарлық. Күйеуіммен төсекте жатқанымда, ойым қайнымда. Ол әлсіз, тез бітеді. Мен қанағаттанбаймын. Бірақ осылай жүргенімізді біліп қойса не болады? Неке бұзылады ғой. Мен қайғырамын. Осылай жалғасып жатыр. Қайныммен әр түн. Құмарлық, драма. Бұл ой маза бермейді. Мен қателік жасадым. Бірақ тоқтата алмаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Не істеуім керек? Сіздер не ойлайсыздар? Өз ойларыңызды комментарийға жазып қалдырыңыздар. Мен әлбетте оқитын боламын.